Ақан сері Қорамсаулы. Ақанның туған жері жасыл желек жамылған қалың нулы, көл көзір өзен сулы табиғаты бар, қалың қарағай мен аққайың бой таластыра өскен көкшенің кербес сұлуы атанған қасиетті жер. Әкесі Қорамса, шешесі Жаңыл. Әкесі Қорамса жастайынан сауда-саттықпен айналысып дүрілдеген мол дәулет жинайды. Сол дәулетті шалқыған шаңыраққа ие болар перзент күтсе, жары Жаңыл жыл ара бір қыз туып ат ұстарға зар қылады. Ақыры ақ тілеуі қабыл болып, 5 қыздан кейін дүниеге Ақжігіт атты ақмаңдайлы ұл келеді. Көп күттіріп көрінген ұлын еркелетіп ата-анасы Ақан атандырып жібереді. Ақаны Ақжолтай болып артынан Мұхамбет, Рамазан, Айберген деген тағы да 3 ұл туады. Ауылда молдалардан қадимша дәріс алып, молдалардың бір сарынды дәрісінен зеріккен Ақан бір саудагерге еріп Қызылжарға кетіп, ол жерде 2-3 жыл білімін толықтырады. Қалада жүріп орыс тілінде үйренеді. Сонымен Ақан 16-17 жасында өнер жолына түседі. Тарихтың алтын парағына анасы Жаңыл еркелетіп қойған Ақан есімін мәңгі өшпестей етіп қалдырады. Осыдан былай Ақанның жалпақ жұртқа жат көрінген серілік өмірі басталады. Басында бұлғақтаған үкі, қолында домбыра, аузында ән. Жігіттердің бәрі балуан, бәрі әншіл, бірақ Ақанның әні өзгеше. Даланы күңірентіп, Ақан ән шырқаса, би-билігін, кемпір өрнегін, сұлу кестесін қойып тыңдай қалады. Ақанның ән-ай деп елі сүйсінеді. Сүймесе сері дермеді. Қалың елі Ақанға сері деп лақап есім береді. Солай жүргенде Ақан бұрын атастырып қойған қалыңдығы Жұмат қожаның қызы Бәтиманы алады. Онымен 10 жылға жақын отасып тұрады. Бәтимадан 1 ұл, 2 қызы болады. Бірақ ұлы тілсіз болады. Ауыр науқастан Бәтима 10 жылдан кейін қайтыс болады. Қайтыс болған соң аз күн отасқан Тінәлі қызы Ұрқияға үйленеді. Серілікті бұрынғыдан да үдетеді. Құлақестір жерден алғыр қыран, құмай тазы, жүйрік жияды. Зілғараның баласы Әлібек батырдан 1 жылда 60 түлкі алған Қараторғай деген бүркітті, Сайрат төреден 1 жылда 9 қасқыр алған Базаралы деген итті алады. Қалың қарауылға аты шыққан Ақтоқты деген арумен көңіл қосады. Тап сол кезде Ақанның қолына Алталашқа аты шыққан құлагер түседі. Ақтоқты есімі Ақан серінің шығармаларынан кең орын алады. Ақкөйлек, Аужар, Алтыбасар, Ғашық жарға, Тағрипың, Ақтоқтыға арналған махаббат толғаулары. Ақанның көп жырлаған тақырыбы достық, махаббат болады. Өзі ақын, өзі әнші, өзі аңшы сұлу жігіт Ақанның халық арасына атағы тез жайылады. Жайықтың ақ түлкісі, Ақкөйлек, Сұңқарға, Қоңырқаз, Балқадиша, Маңмаңгер, Қараторғай, Құлагер, Сырымбет өлеңдері ел арасына кең тарайды. Ақан сал серілік салтанатын аңшылық, саятшылық, құсбегілік, мергеншілікпен ұштастырып бір уақыт осыларда қызықтаған. Құс салып, ит жүгіртіп, көңілін көтеріп, жанын жадыратқан. Сондықтан бір қатар туындылары осы тақырыпқа арналған. Солардың ішінде қалың елге кең тарағаны Құлагер ән өлеңі. 300-дің басын қосқан Сағынайдың асында 323 ат қосылған аламан бәйгенің алдында қара үзіп, оқ бойы алда келе жатқан ерен жүйрік Құлагерді көре алмаған дұшпандары Батыраш пен Қотыраш қастандықпен басынан айбалтамен ұрып өлтіреді. Бұл кез серінің сүйген жары Ұрқиядан, қыран құсы Қараторғайдан, құмай тазысы Базаралыдан айырылған кезі болатын. Құлагерге жасалған қастандық Ақанға ауыр соққы болып тиеді. Құлагердің өлгенін естігенде есінен адасатындай күй кешеді. Жүйрік сәйгүлігінен айырылу тек Ақанға ғана емес, дүйім жұртшылыққа да қиын болады. Құлагерге арнап шығарылған әрбір өлеңінің шумағы өкінішке, қайғыға толы. Өмірдің соққысын көрген, қатты күйзеліске түскен Ақан жайлауға көшпей, Мылқау баласы екеуі қыстауда қалады. Өзінің туған жері Қоскөл жағасында оңаша өмір кешіп жүріп, 1913 жылы Ақан сері 70 жасында дүниеден озады. Қазақ мәдениетінің алтын қорына Ақан серінің 50-ге жуық музыкалық мұрасы енген. Серінің өмірі мен тағдыры туралы Ілияс Жансүгіров Құлагер поэмасын, Ғабит Мүсірепов Ақан сері Ақтоқты драмасын, Сыдық Мұхамеджанов Ақан сері Ақтоқты операсын,
Сәкен Жүнісов ақан сері романын жазды. Сәкен Сейфуллин ақанның өлеңдерін Бурабайдың бір қазағының аузынан жазып алған екен. Жинаққа ақан серінің 38 өлеңі енген. 1972 жылы Қазақфильм киностудиясынан «Құлагер» деректі фильмі шықты. Бұл фильм ақан серінің өмірі, адами болмысы, тұлпары құлагердің тағдыры турасында түсірілген. Ақан сері Ақтоқты спектаклінде ақан рөлін Шәкен Айманов, Ақтоқты рөлін Шолпан Жандарбекова ойнайды. Тарихта өзінің өнерімен есте қалған ақын, әншілік өнерде де жалғыз болмаған. Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Үкілі Ыбырай, Естай, Иман Жүсіп, Құлтума сияқты атақты ақын әншілер ақан серінің ең жақын достары болған. Дарынды ғалым Шоқан Уәлиханов қайтыс болғанда ақан сері көкіректі қарсы айырған толғаумен Шыңғыстың сүйер ұлы Шоқан еді, өнері жұрттан асқан жігіт еді деп Шыңғыс төреге көңіл айтқан екен. Елімізде ақан серіге, тұлпары құлагерге де қойылған ескерткіштері бар. Арқаның ардагері атанған ақан сері асыл өнерімен ел есінде мәңгі қалады.